Эфирде кино бизнестің кезекті саны. Алдағы 25 минут ішінде осы аптада отандық прокатқа шыққан Pixar студиясының классикасы атанған «Ойыншықтар хикаясы» мультфильмінің 4-ші бөлімі жайында және кино әлеміндегі ең қорқынышты қуыршақ Чаккидің қайта оралуы туралы тарқатып айтамыз. Түсірілім алаңында Алмас Тоғай бүгінгі бағдарламада. Ермек Тұрсыновтың «Хранитель» драмасының трейлері жарияланды. Елордада Төле би туралы 10 сериалы телехикаяның таныстырылымы өтті. Отандық «Я здесь» детективті триллері туралы арнайы сюжет. Халықаралық деңгейдегі түсірілім алаңдарында еңбек ету ерекшеліктері туралы актриса Аружан Жазылбекова айтып берді. Алпысыншы, 70-ші жылдардағы фильмдердің жылылығы мен рухы қамтылған «Хранитель» туындысының трейлері қазақ фильмнің YouTube арнасында жарық көрді. Фильмнің сюжеті соғыстан оралған сарбаздың өмірінен сыр шертеді. Майданда өзі құтқарған қарт немістің сыйға тартқан ескі кинопроекторын ол өзімен бірге ала келген. А ты все еще ездишь со своей шарманкой по разным дырам? Ну да, езжу. Людям нравится. Өмірінің соңына дейін майдангер жерлестеріне кино көрсетумен өтеді. Картинаның режиссерлік тізгінін «Жат» және «Кенже» атты фильмдермен белгілі Ермек Тұрсынов ұстаған. Фильмге арналған музыканың барлығы Қуат Шілдебаевқа тиесілі. Ол әуенге философиялық психологиялық сарын сыйлап, трейлерді одан сайын әсерлі ете түскен. Амансың ба, Ерғазы? Танымадың ба? Мен Камшат. Лентадағы басты рөлдерді Қуат Тілеубаев, Әлібек Данабай, Мұрат Мұқажанов секілді білікті актерлар сомдаған. Трейлерден ақ олардың актерлік шеберлігі бірден көзге түседі. Сонымен қатар картинада ресейлік актриса Нина Усатова да бой көрсеткен. Чего ж теперь жалеть? Значит, так надо было. Значит, так Бог велел. Аталмыш фильм 22-ші халықаралық Шанхай кинофестивалінің конкурстық бағдарламасында бағын сынайтын болады. Аталмыш кино бәйгенің негізгі сайысына қатысу құқығын жеңіп алған бұл қазақстандық алғашқы фильм ретінде ел киносының тарихына енді. Атыңдар! 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 Режиссер Болат Қалымбетовтың талант көркем фильмі Оңтүстік Африка елінің Дурбан қаласында өтетін Durban International Film Festival кинофестивалінің байқау бағдарламасына ілінген. Бұл ел киносы тарихында Оңтүстік Африка мемлекетіндегі отандық фильмдер көрсетілімінің тұсаукесері болмақ. Фестивальде тағы бір қазақстандық режиссер Абдель Фифтибаевтың бой жеткен картинасы да ұсынылады. Оңтүстік Африкадағы ең көне әрі ірі Durban International кинофестивалі биылғы жылы өз көрермендеріне әлемнің әр түкпірінен жеткен 180-нен астам фильмді таныстырмақ. Шараның аясында кино өнері мен бизнесіне қатысты түрлі семинарлар мен кездесулер өтеді. Талант картинасы белгілі қазақстандық актер әрі режиссер Болат Қалымбетов таспалаған туынды. Картина репрессия мен ашаршылық жылдары жетім қалған екі баланың тағдырын суреттейді. Бірнеше жылдан кейінгі ескі қос достың кездейсоқ кездесуі тосын сыйларға толы болмақ. Бұл фильм қаһарлы әскери диктатура үстемдік құрған заманда тірі қалу үшін адамның төлеген құны жайлы аңыз. Нұрсұлтан қаласында Төле би тарихи лентасының көрсетілімі болып өтті. Фильмді таспалауға 1000-нан астам адам атсалысқан. 10 бөлімнен тұратын фильмді көрермендер Хабар телеарнасынан Елорданың туған күні қарсаңында тамашалай алады. Идея авторлары Түркістан облысының әкімдігі жетекшілік еткен шығармашылық топ. Төле би фильмін таспалауға облыстық бюджеттен 150 миллион теңге бөлінген екен. Фильмнің түсірілім жұмыстары 8 айға ұласқан. Біз бұл фильмді 3-4 жерде түсірдік. Біреуі Ташкентті билеген 20 жылдай деп та, хакім ретінде, как аким. Соны Ташкентті билеген кезін түсіргенде біз Ташкентте түсірдік. Содан соң бізде де қалалар болған дегенді айту үшін біз Қапшағайда түсірдік фильмдерді. Себебі бізде қазақтың даласында Отырар сияқты, Сауран сияқты ірі қалалар болды ғой. Тек қана киіз үйді көрсетпеу үшін. Сондықтан да біз жаңағыдай сондай жерлерде түсірдік. Ал табиғаты әсем, Қасқасуда ол Төле бидің өзі тұрған. Сол жерде Сарайғыр деген жайлау болған, сол өзінің тұрған жерінде түсірдік. Режиссер фильмнің техникалық жағы қиындау, арна эффекттер мен каскадерлар тобын жасақтау оңай болғанын айтады. Кейіпкерлерге арналған костюмдерді тігуге ұзақ уақыт кеткен. Мен өзім өте бір жоғары бағалайтын әрбір сөзін, тарихтағы әрбір ізін барымты салып осы бір зерделеп, зерттеп жүрген кейіпкерім болатын. Өйткені ол кісінің ол
Абылайды құтқарып алу, бірнеше тұтқындарды босатып алып шығу кезінде білесіздер, анау атышулы мен қазақ деген, біз қазақ деген ел, мал баққан еліміз, ешкімге тиіспей жай жатқан еліміз деп бастап осы жоңғардың ханының алдында тай салмай тік тұрып, ешбір ақы пұлсыз бірнеше тұтқынды босатып алып шығып, және тіпті ханның астындағы атын, үстіндегі жаңағы ішегін, беліндегі қылышының өзін жаңағы бір тұтқын болған батырға қайтадан кигізіп алып шығу үлкен ерлік. Бұл жерде мен жаңағы ол кісінің әлгінде айттым, батырлығын ойнайын десем, есерлік болып кете ма, ойшылдығын ойнайын десем, кішкене бір батырлығын ұмыт қалдырам ба деп кішкене қатты қорқақтағаным рас. Привет, игрушки, пока, игрушки. Он все-таки ездил с ней в школу. Тихо, хотел, чтобы Бонни полетела. Послушайте, да ну что вы, нет. Тебя могли конфисковать. Что это значит? Отобрать. Или хуже, ты мог потеряться. Ну, друзья, тише. Бонни сегодня отлично занималась. Так что нас везут на отдых. На отдых? В путешествие. Осы аптада жаста жасамыста көрермен тағатсыздана күткен ойыншықтар хикаясының 4-ші бөлімі шығады. Басты кейіпкерлер Вуди мен Баз Лайтердің енді жаңа қожайыны бар. Пойни есімді бүлдіршін бір күні мектептен Вилкинс есімді жаңа қуыршақта келеді. Давай, вылезай, не робей. Смелей, смелей. Не бойся, я помогу, ладненько? Ну, отлично. Вот. Знакомьтесь, нашего приятеля зовут Вилкинс. Вот тебе здрасте. Ну, дела. Ручонки какие длинные. Қазақстандық айналымға аталмыш мультфильм қазақ тіліне аударылған нұсқада да жол тартпақ. Дубляжға арналған кастингте Алматы мен Нұрсұлтан қаласынан 50-ге жуық актер бақ сынаған. Ең негізгі 3 саундтректі белгілі қазақстандық әнші орындады. Бонниге форки керек. Ай, қой, шериф, мен сені білем ғой. Жоғалсаң да далада қалмасын. Енді Том Хэнкс, Энни Потс, Тим Аллен, Кристина Хендрикс, Киану Ривз сынды голливудтық әйгілі актерлар қазақ тілінде сөйлейді. Бұл мультфильм мультипликатор, сценарист әрі дыбыстаушы актер Джош Кулидің алғашқы режиссерлік еңбегі болып отыр. Здравствуй, Дюк. Что за ковбой? Дюк, это Вуди. Вуди это... Дюк Бубомс, величайший каскадер Канады. Мультфильм сүйер көрермендер ойыншықтар хикаясы лентасының 4-ші бөлімін міндетті түрде көруге кеңес береді. Өйткені аталған туындыда белгілі киноактер Киану Ривз, канадалық каскадер қуыршақ Дюк Кабумның рөлін сомдап, картинаның көркін аша түскен. Дюк, нам нужно... Сейчас, концовочка. А как? Какими судьбами, Пип? Мультфильм режиссері Джош Кулидің сөзінше, аталмыш туынды өзіне тиесілі парызын арқалаумен келеді. Ойыншықтар балаларды қуантуы тиіс, бірақ бөтен заттардан жасалған ойыншықтардың тағдыры қандай. Бонни шанышқыны тек бір заттан жасай салды. Енді Вилкинсті үлкен дағдарыс күтіп тұр. Ол өзінің ас үйге тиесілі құрал ретіндегі міндетін орындауды қаласа да, қожайыны оны көңіл көтеретін ойыншығым деп қабылдайды. Ну вот и не уследили. Бас, надо спасать Вилкинса. Вас понял. Ойыншықтар хикаясының жаңа бөлімін сыншылар мақтап жатыр. Беделді анимациялық өнімнің жалғасын олар көрерменді жылатып күлдіре алатын және ой саларлық фильм деп бағалаған. Киношыл бақ өкілдері айтқан түрлі пікірлерге сенсек, мультфильмнің 4-ші бөлімі шытырман оқиғаға толы және өз алдына жарқын, тартымды, қабылдауға жеңіл туынды. 4-ші бөлімді таспалауды қолға алған Pixar қателеспеген секілді. Сыншылардың бірі ойыншықтар хикаясының 4-ші бөлімі аса тартымды, жаныңды тез баурап алатын туынды деп баға берген. Франшизаның тамаша нүктесін қойған бұл хикая ұзақ жылдар бойы балақайлар мен ересектердің жадында сақталмақ. Ойыншықтар хикаясы 4 осы аптадан бастап үлкен экрандарда. Как мы у нее возьмем ключ? О, может, взрыв плюша? Самое то. Откуда вы, мои лапочки? Давай ключ быстро! Где ключ? Это исключается. Are we having fun now? Are you my best buddy? If they don't let us play. Ойыншықтар хикаясы анимациялық фильмімен қатар осы аптада үлкен экрандарға 1988 жылы жарық көрген детские игры триллерінің ремейгі шығады. Дәл осы картинадан кейін жер жүзіне танылған қорқынышты қуыршақ Чаки туралы бөлек франшиза пайда болды. Нәтижесінде туындының 6 бөлімі таспаланды. Оның ең соңғысы Кул Чаки атауымен 2017 жылы жарық көрді.
Режиссер Том Холландтың 1988 жылы жарық көрген «Детские игры» түпнұсқа туындысы кісі өлтіруші Чарльз Ли Рейдің рухы қонған әдемі қуыршақ жайлы сыр шертеді. Холландтың бұл картинасы аса танымал болып, Чакиді әйгілі зұлым кейіпкерге айналдырған еді. Привет, я Чаки. Хочешь поиграть? Жұлдыздар соғысы франшизасы арқылы Люк Скайуокер рөлімен елге етене таныс актер Марк Хэмилл жаңа «Детские игры» туындысында қанішер қуыршақты дыбыстаған. Чаки жаңа нұсқада техниканың соңғы талаптарына сай жасалған компанияның ең танымал ойыншыға атанды. Тек қуыршақ жасаушылар оның сынуға бейім екендігін тіпті ұмытса керек, және балаңыздың жаңа досы қатыгез қаншер болып шығуы бек мүмкін. Расскажи мне все. С Чаки что-то не так! Ағымдағы жылдың басында елордалық қонақ үйлердің бірінде «Яз 10» деп аталған триллердің түсірілім жұмыстары өткен еді. Картинаның постпродакшны Мәскеуде жүзеге асқан болатын. Араға бірнеше ай салып, аталмыш картина қазақстандық кинотеатрлардан көрсетілмек. Фильмнің авторлары қатарында бас продюсер Риана Каир, мәскеулік режиссер және сценарист Светлана Петричук пен қойшы оператор Матвей Шестаков бар. Қазақстандық көрерменге жаңа отандық картина ұсынылды. Бұл туындының жанры заманауи кино нарығы үшін таңсықтау құбылыс. «Яз 10» детективті триллеріне режиссерлік еткен Светлана Петричук. Аталмыш фильм киносүйер қауымға Агата Кристидің әйгілі туындысын еске салатындай. Өйткені лентаның сценарийі шытырман оқиғалар мен тартысты сюжеттік желіге түзілген. Есть определенное место. Қылмыс болған жер, түрлі адамдар мен олардың бас қосатын бір орны бар. Дегенмен кейіпкерлердің бәрі де күдіктілер тізімінде. Іске қатысты бұл қолтаңба тек классикалық ағылшын әдебиетіне тәнде ойлаушы едім. Бірақ қолыма тиген сценарийдегі оқиға қазақстандық ақиқатқа негізделген. Өз қаламызда өрбейтін шытырман оқиға, тіпті ағылшынша емес, нағыз қазақша. И все это совершенно не по-английски, а очень по-нашему. Картина өзінің жұлдызды актерлық құрамымен де көрермендерді қуантпақ. Басты рөлдерді Әзиз Бейшеналиев, Анастасия Тарасова, Сангаджи Тарбаев, Хазірет Ержанов, Айсұлу Әзімбаева, Шыңғыс Қапин және өзге де белгілі актерлар сомдайды. Қатысушылардың айтуынша түсірілім алаңында барлығы бір жаняның мүшелеріндей тату болыпты. Мен қалыңдықтың киімін киіп, ұзатылатын қызды алып қашатын кісі өлтірушінің рөлін сомдаймын. Ол сұлуларды өлтіріп, тойда қыздың кейпінде отырады. Беташар болған кезде қонақтардың бәрі қатты таңырқайды. Бұл сәт оған ләззат сыйлайды. Әрине, бұл әзіл ғой. Шындығында театр мен кино саласының белгілі актері өзінің жұмысынан шаршаған тергеушінің рөлін сомдайды. Сол бір қанды оқиға болар күні ол жұмысынан үйіне ертерек қайтуды ойлайды. Бірақ демалудың орнына кейіпкер детективті сюжетке ұласатын шытырман оқиғаның бел ортасынан бір-ақ шығады. Өйткені тойдың алдында қонақ үйде қалыңдық ұрланып, тергеушіге оны табу және қылмыскердің ізін кесу міндеті жүктеледі. Оқиғаның бәрі бір түнде өрбейтіндіктен түсірілім жұмыстары да түн мезгілінде жүргізілген. Чувствовали себя как на космическом корабле, где вот... Қонақ үйден мүлде тысқа шықпаймыз. Себебі бұл Нұр-Сұлтан, қақаған қыстың кезі. Біз өзімізді ғарыш кемесінің ішінде жүргендей сезіндік. Білесіз бе, мынадай қызықты әзіл бар. Ең қызықты адамдар кино түсірушілер. Олар менің аулама келіп алып түнімен тыныш деп айқалайды дейді. Сол секілді бізде қонақ үйде сондай күй кештік. Приехали ко мне во двор ночью, и всю ночь орали тишина. Вот это были мы в этой гостинице. Бірақ мұндай жеңілдік барша актерларға бұйырмаған. Олардың сөзінше түсірілім кестесі аса тығыз болған. Қосымша бірнеше жобада қатар еңбек еткен актерларға бар күшін салып тер төгуге тура келіпті. Артишок театрында қойылымдары бар Шыңғыс Қапин күнделікті Алматыға ұшып барып, спектакльдерде ойнаған. Понимаете, когда ты хочешь сильно спать, ты не можешь сконцентрироваться и забываешь абсолютно весь текст. У тебя еще зажаты губы, и ты пытаешься... Сені қатты ұйқы қысқанда ойыңды жинақтай алмай, бар мәтінді ұмытып қаласың. Мен режиссерге келіп бұл жағдайда ашық айттым. Тіпті барлығын ертең түсіреміз бе деген өтініш жасадым. Ол қарсы болып барлығын бүгін таспалау тиістігін жеткізді. Өзіңді еркін ұстап, кең тыныстап отырып, мені тыңда. Саған барлығын түсіндіремін деді режиссер. Мен оны тыңдай отырып, шаршағанымды лезде ұмыттым. Тек режиссер түсірілді деп дауыстаған сәтте ғана 3 минуттық сахна үшін қанша күш салғанымызды түсіндім. Рацию в потолок и сказала: «Снято!» Тут за каждой дверью свои секреты, и как будто все врут. Вы ищете не там, где надо. Не, ребята, тут я точно не при делах.
По моему мнению, этот фильм для думающих. Меніңше бұл фильм ойлана алатын көрермен үшін. Сюжеті детектив жанрында болғандықтан тартымды. Бұл жанр біз үшін әлі де таңсықтау. Себебі елімізде комедия немесе тарихи туындылар көптеп таспаланады. Оның да өз артықшылығы бар. Көрерменің көп болып, жаңа еңбегінен сені танып жатса, бұл нұр үстіне нұр. Видели и смотрели. Кейіпкерлер тығырықтан қалай жол табады? Олар жоғалып кеткен қызды таба ала ма? Фильмдегі оқиғаның шешіміне қатысты түрлі сұрақтардың туындауы заңдылық. Себебі із-түзсіз жоғалған қыздың артында тек жалғыз белгі қалған. Картина авторлардың сөзінше, сюжеті бүге-шігесіне дейін ойластырылған аталмыш картина көрерменін ақырғы минутына дейін баурай алатын туынды болмақ. Кинобизнес бағдарламасы отандық және әлем кино жұлдыздарымен қызықты сұхбат құрып, көкейкесті сұрақтарға жауап іздеуді жалғастырады. Бағдарламамыздың бүгінгі санында біз Қазақстанда ғана емес, шет елдерде де танымал актриса Аружан Жазылбековамен тілдесеміз. Сөзге де әріптесім Бекболат Уәлиевте. Ты не побоялась приехать на чужбину? И я уж не такой страшный, как верно тебе говорили. Не такой уж и красивый. Кинобизнес бағдарламасының бүгінгі қонағы Қазақстандағы заманауи киноның танымал актрисаларының бірі, тіпті халықаралық жобаларға қатысы бар әртіс. Мәселен, Алтын Орда телехикаясы, адаптация сериалы, сондай-ақ Қазақ-Қытайдың бірлесіп таспалаған композитор фильмі. Бүгін бізге сұлу Аружан Жазылбекованың өзі келіп отыр. Аружан, сәлем, сұхбатқа келіскенің үшін рахмет. Аружан, әңгімемізді композитор картинасынан бастайықшы. Біріншіден, өзіңді кезекті халықаралық премьераңмен құттықтаймыз. Осы жобаға қалай тап болғаның туралы аз-кем айтып берші, және Данаштың рөлін сомдайтыныңды қалай білдің? Я не знала, что это за проект, о чем история и так далее. Я знала о том. Мен бұл жоба туралы ештеңе білмедім. Тіпті тарихын, тағысындағы. Тек Алматыдағы Сисинхай деген композитордың көшесі бар екенін ғана білдім. Бірақ мен оның тарихын, тіпті не үшін Алматыдағы көшеге бұл есімнің қойылғанынан бейхабар болатынмын. Сондықтан кастингке ешқандай дайындықсыз келдім дей аламын. Біз қытайлық режиссер Шерзатпен кездестік. Қандай да бір сынақтар болды. Бірақ бұл өте тез арада өтті. Мені де тез арада бекітіп, жұмысқа кірісіп кеттік. Осылайша Данаштың кейпіне ендім. Ол Бақытжан Байқадамовтың әпкесі. Данаш – это сестра Бақытжана Байқадамова. Негізі, Мәскеу кино өндірісінде эвакуациялау болған кезде ол сол жақта фильмдерге музыка жазған. Сол жұмыс барысымен Қытайға кетуді мақсат тұтып, Алматыға тап болған екен. Бірақ ол кезде шекара жабық болып, құжаттар бойынша да мәселелер туындапты. Сондықтан ол Алматыда қалған. Қиындықтарды бастан өткергені де белгілі ғой. Ал Данаш ол уақытта жесір болған. Балалары, қызы қаламқасты тәрбиелеген. Оны фильмде қытайлықтардың қошеметіне бөленген жас әртіс Дильназ Нұрсейіт сомдады. Молодая актриса, которая в Китае просто произвела фурор. Как реагировали на... Қытайлық көрермен қазақстандық актрисаларды қалай қабылдады? Керемет, қызығушылықпен. Менің білуімше, фильмді ыстық ықыласпен қабылдады. Өзіңнің халықаралық түсірілім алаңында жұмыс жасайтыныңды білгенде, тіл білмеуің кедергі болады деген қорқыныш болды ма? Конечно, это будет первый страх, который поселился, то, что мы просто не поймем друг друга. Әрине, бұл алғашқы үрей және сол сәттерде бір-бірімізді түсінбей қаламыз ба деген қорқыныш болды. Мұнда еш қайсысы ағылшын тілі, әмбебап әрі киноның тиімді тілі екенін ескермей, бұл тілді қолданыстан алғанда жағдай күрделене түсті. Тек қытайша немесе аудармашының көмегі. Бірақ аудармашы деген мүлдем бөлек тақырып қой. Әрине, қатты уайымдадым. Сол сәтте Худжон есімді режиссермен танысып, біз босқа уайымдағанымызды түсіндім. Үрей де басылды. Себебі барлығымыз бір тілде, дәлірегі қол қимылдары мен ишарамыз арқылы түсіністік. Және бұл кәдемізге жарады. Изображает там жестами, руками, и становится понятно, да, что мы хотим. И у нас какой-то мнение о том, какой должна быть эта история, у нас вот сошли. Бұл киноның мамандары әлемнің кез келген нүктесінде бір-бірін түсіне алады деген сөз бе? Менің ойымша, расында түсірілім алаңында ешқандай қиындық туындаған жоқ. Режиссер фильма Шерзат. Фильмнің режиссері Шерзат Якуппен шығармашылық байланыста қаншалықты өзара тез түсіністіңдер? У нас
Екеумізде бұл кейіпкерге деген көзқарасымызда сәл айырмашылықтың болғанын жасырмаймын. Себебі мен Данаштың қызы Қаламқас апамен кездескенмін. Ол осы оқиғаларда тарихты көзбен көрген жалғыз куәгер. Сол себепті болса керек, мен көбіне естіп білгенімді көрсеттім. Ал режиссер бәрібір өз дегеннен қайтпады. Міне, осылайша аздап арамызда түсініспеушілік болды. Шығармашылық шиеленіс, бұл жақсы ма? Әрине, жақсы. Теперь перейдем к общим вопросам. Енді ортақ сауалдарға оралайықшы. Халықаралық аренаға шыққан жарқын әртістердің бірісің. Бұл тізімде Санжар Мәди, Асқар Ильясов, Данияр Алшынов та бар. Қазіргі уақытта қазақстандық актерлар халықаралық деңгейдегі әріптестерімен қаншалықты бәсекелесе алады? Конкурентоспособные на международном уровне. Насколько, я не знаю, но знаю то, что они конкурентоспособны. Қаншалықты екенін нақты білмеймін, бірақ білетінім олар бәсекелесуге қабілетті. Және ресейлік голливудтық актерлардан ешбір қалыс қалмайтынымызды да жақсы білемін. Сондай-ақ бір мен емес, кез келген кинода жүрген адамның өзіне күмәнмен қарап, көңілі толмай, көпті талап етеді. Осылайша өзі жоқ жерде анда не мұнда кәсіби мамандар бар деп ойлайды. Бірақ әр жобаға түскен сайын мен бізде сапалы кадрлар, бейнелер, кәсіби әртістердің жетерлік екеніне көз жеткіземін. Бірақ бізге бастысы әлі де әлем алдында ашылуымыз керек. Нарыққа лайықты дүниелерді ұсыналуымыз керек. Бұл да әжептәуір уақытты талап етеді. Рынком разным и так далее. Но это процесс займет время какое-то. Можешь ли ты припомнить? Сен бізге кинодағы кездейсоқ немесе күлкілі, күрделі болған кезіңді немесе сондай оқиғаларының бірін айтып берші. Күлкілі жағдай ма? Күлкілі жағдай, немесе көп уақыт жұмсаған кадр. Мәселен, сен үстіңе сауыт киіп, тізеңнен келетін суды кешіп тұрсың, және саған айқайлап жатталған сөзіңді жалғастыру керек. Самый сложный, наверное, проект это был «Золотая Орда», потому что роль очень... Ең қиынға соққан жоба Алтын Орда болған шығар. Себебі роль физикалық тұрғыда белсенділікті қажет етті. Және кейіпкерім үнемі түсініксіз жағдайға тап болатын өте пысық қыз еді. Мен бұл үшін жаттығу залдарында дайындалдым. Біз шынығудың шыңын бағындыру үшін үзіліссіз жаттықтық. 6-7 метрге дейін. Сосын түсірілім басталғасын бассейнде жаттығуда қиынға соқты. Себебі түсірілімнің өзі бассейнде болды. Бірақ ол қараңғы жабумен жабылған. Онда балшық пен тоғанды көрсету керек болды. Сол қараңғылықтан мен аквалангистерді көрмедім. Олар менің аяғымнан тартулары керек болады. Он был темный, и мы не видели друг друга. Я не видела аквалангистов, которые были на дне, которые меня должны были подтапливать, так скажем. Дәлірегі ең қорқынышты сәт, қараңғы судан табылу болды ғой. Иә, елестетіп көріңізші өзіңіз. Жарайды, бұл бірақ соншалықты қорқынышты емес шығар. Мен тәжірибесіздеу болдым ба? Дайвер ретінде дейсіз ғой? Дайвер. Мен бұл бұйрықтарды шатастырып алдым. Тереңге түскенде маған ауа жетпей жатыр деген ишараның орнына басқадай жасағанмын ба? Жалпы айтқанда, мен белгілерді шатастырдым. Маған сол кезде жоғарыға шығып, ауа жұту қажет болды. Немесе маған біреу акваланг әкеп беру керек еді. Осылайша мен тиісті бұйрық қимылдарын шатастырдым, ал ол мені мүлдем көрмеді. Себебі онда қараңғы еді. Сосын ол мені суға батыра бастады. Ал менде ауа жоқ, демалатын ештеңе жоқ. Менде сол мезет үрей дүрбелеңі басталды. Бірақ бұл дүрбелеңнен пайда жоқ еді. Тиісінше бұдан қалған ауаны бітіресің. Бұл мен үшін өте есімде қалар қауіп болды. Қорқынышты. Ал қалқып судың бетіне шыққанда, олар мені сал ағашқа жатқызды. Ал мен жылай бастадым. Өз-өзімді ұстай алмадым. Бірақ мұны су астындағы күйзелісімді көрген осы плейбекте отырғандар және мен ғана білдім. Ал топтағы өзгелер бейхабар. Иә, менің құрбан бола жаздағанымды өзге ешкім байқамады да. Бірақ бұдан өзге де жайттар болды. Ауыр жарақат алдым, түсірілім уақытша тоқтатылды. Қалпыма келгенде қайта жалғастырдық. Кей кездері менің сол жағдайыма қарап, көріністер арнайы ыңғайластырылып, өзгеріп те жатты. Иә, Аружан, актер мамандығында да түрлі оқыс жағдайлар кездеседі екен ғой. Енді өзіңе мұндай оқиғалардың және тәуекелдердің аз болғанын тілейміз. Ал мен бүгін бізде қонақта сұлу актриса Аружан Жазылбекова болғанын естеріңізге сала кетейін. Аружан, уақыт бөліп келгенің үшін тағы да рахмет. Сіздерге де рахмет. Өзіңе бұдан да көп халықаралық жобаларды тілейміз. Рахмет.
Сіздермен болған киноиндустрия саласындағы өзекті жаңалықтардың жаршысы кино бизнес бағдарламасы. Ендігі эфирде біз үрейлі оқиғалы «Проклятие Аннабель» фильмінің 3-ші бөлімі мен «Собачья жизнь» драмасының сиквелі туралы айтатын боламыз. Бүгінге осы, келесі аптада кездескенше.